Бүгінгі 9 мамыр жеңіс күніне орай осындай чизкейк пісірдім. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Оның құрамына творожный сыр, қант, крахмал, жұмыртқа және клейгей қосылады. Ең алдымен таза ыдысымызға творожный сырды миксердің баяу жылдамдығымен араластырамыз. Шет-шетін шашап кеткендерін таяқшамен осылай тазалап тұрасыздар. Содан кейін қантымызды аз-аз мөлшермен салып, жақсылап тұрып, бір келкі болғанша араластыру керек. Қантымызды толығымен салып араластырып болды. Массамыз қою, әппақ болып келе жатыр. Енді комогы кеткенше бір 5-7 минуттай араластырамыз. Бұл чизкейк шаймен өте үйлесімді. Келесі біз жұмыртқамызды бір даналап араластырамыз. Егер де бәрін қосып араластыратын болсаңыздар, ол дұрыс араласпайды. Сондықтан да кезек-кезек араластырғанымыз жөн. Мінеки жұмыртқамызда таяу қалды. Екінші жұмыртқа, үшінші, төртіншісі бәрін кезектесіп жасаған дұрыс. Жұмыртқамызды жақсылап бір келкі араластырамыз. Әлі де комок қалмаған тексеріп тұрамыз. Енді жұмыртқадан кейін біз сливки қосамыз. Сливки әрқашан 33%, әлде одан жоғарысын пайдаланыңыздар. Егер де сливки 33-тен төмен болса, онда пирогтарыңыз дұрыс шықпайды. Сол үшін 33%-дан жоғары болған дұрыс. Мына жерде клейгейді менде аз мөлшермен салып араластырып жатырмын. Мінекей клейгейіміздің соңғы қалғанын қосып, жақсылап тұрып араластырып, комогы бар ма жоқ па оны тексеріп отырасыздар. Менің массам сарғыштау, әдемі болып тұр. Бұл өйткені үйдің жұмыртқасы қосылды. Енді соңғы крахмалымызды қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырасыздар. Комогы менде қалмағанын қазір таяқшамен тексеріп те көремін. Енді біздің қоспамыз дайын. Духовкада 180 градуста 45 минуттай пісіресіздер. Мінеки таяқшамен арасында қоюланып қалған бар екен. Осыны таяқшамен де жақсылап тұрып араластырыңыздар. Мынандай қоюланып қалмағаны дұрыс. Чизкейк суығаннан кейін жесеңіздер, енді бәріне ұнайды, дәмі ауызда қалады. Бірақ сіздер духовкадан шығарғаннан кейін суытып, суығаннан кейін оны тоңазытқышқа қатаю үшін салып қоюыңызға болады. Әрине ол өз еркіңіз. Ал мен чизкейкті жасар алдында бір күн бұрын дайындап қойғанды жақсы көремін. Енді соңғы жұмыс ыдысымызға қоспамызды салып, тек пісіру ғана қалды. Мінеки қоспамды салмас бұрын мен пергаментті видеодан көргендеріңіздей жасап алдым. Қабырғасына да пергамент төседім, жабыспау үшін. Суығаннан кейін алсаңыздар, еш жері жабыспайды. Қоспамызды ыдысымызға салғаннан кейін бетін осылай тегістеп жібергендеріңіз дұрыс. Енді барлық қоспамды салғаннан кейін сілкіп жіберсеңіз, бұл қоспаның өзі беттері тегістеліп, өздері жайылып шыға келеді. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өйткені бұл бір жасағаннан әдемі шығатын, дәмді шығатын пирог. Бұны әлі жасай алмайтын қыздардың өздері бірінші рет жасағанның өзінде әдемі шығады. Мінеки осылай сілкіп жіберсеңіздер, қоспаның өзі жайылып, тегістеліп шыға келеді. Мен пісіруге жібердім. Пирогымыз да дайын болды. 45 минут уақытымызда өтті. Егер де жасасаңыздар, пирог ұнап жатса, маған лайк басып, комментария жазып, жазылуды ұмытпаңыздар.